Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, бүгін біз бірінші сынып ана тілі пәнінің 6-шы сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы дейді. Мәтіннің тақырыбы соқпақ. Әкесі мен баласы мектепке келе жатты. Қар аппақ. Бала анадай жердегі қалың қарға қарай жүрді. Жолдан шығып, қалың қарды бекер омбыладың-ау, деді әкесі. Түстен кейін әкесі мектепке тағы келді. Қайтар жолда бала өзінің ізін іздеді. Ізі жоқ. Өйткені бала жүрген жолмен біраз адам жүріпті. Соқпақ жасалыпты. Бұны байқаған әкесі баласына сүйсіне қарады, дейді. Ендеше балалар, мәтіннің астындағы сұрақтарға назар аударайық. Мәтін не туралы? Балалар, біз мәтіннен не түсіндік? Мәтінде не туралы айтылған? Мәтін әкесі мен баласы туралы екен. Қыс мезгілінде болған оқиға туралы мәтінде айтқан екен. Екінші сұрақ, бала не істеді? Бала жолдан шығып, қалың қарды омбылады. Яғни, қардың ешкім баспаған жерін бала басып жүрді. Бала жүрген іздің басқаларға пайдасы тиді ме? Әрине тиді. Себебі бала мектептен қайтар жолда өзінің таңертең басқан жолдағы іздерін іздеді. Нәтижесінде ол іздерді таппады. Себебі баланың жүрген ізінен тағы да басқа адамдар жүріп, ол жерге соқпақ жасаған екен балалар. Келесі сұраққа назар аударсақ, мектеп бала сөздеріндегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды ата дейді. Балалар, мінекей экранға дауысты және дауыссыз дыбыстарды шығарып қойдым. Бұл жерде мектеп сөзін алатын болсақ, мектеп сөзі 6 әріп 6 дыбыстан тұрады екен. Бұл жерде 4 дыбыс дауыссыз, 2 дыбыс дауысты дыбыс болып саналады екен балалар. Яғни М, К, Т, П дыбыстары дауыссыз дыбыстар, ал Е дыбыстары дауысты дыбыстар екен балалар. Келесі сөз бала. Бала сөзі 4 әріп 4 дыбыстан тұрады екен. Бұл жерде Б мен Л дауыссыз дыбыс және 2 А дыбыстары дауысты дыбыстар болып саналады екен. Балалар, келесі бетке назар аударайық. Неге ережеде де дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстар берілген екен. Дауысты дыбыстар қызыл түспен, дауыссыз дыбыстар көк түспен жазылып қойған екен. Балалар, келесі екінші тапсырмаға, екінші жаттығуға назар аударайық. Жаңылтпашты көркем жаз дейді. Қар аппақ, дала аппақ, бәрі аппақ дейді. Балалар, жаңылтпашты дәптерімізге көшіріп жазамыз. Жаңылтпаштағы әрбір тыныс белгісіне, бас әріп пен кіші әріптерге, қай сөздер бірге, қай сөздер бөлек жазылып тұр, барлығына жақсылап назар аударып, көшіріп жазамыз. Сол кезде ғана сендер ұқыпты және дұрыс жазатын боласыңдар. Жаңылтпашты жазып болғанша видеоны тоқтатып қоюларыңа болады. Ендеше балалар, екінші жаттығуды дәптерімізге көркем түрде жазып болсақ, үшінші жаттығуға назар аударайық. Сурет бойынша мәтін құра дейді балалар. Бұл суреттен біз нелерді көріп тұрмыз балалар? Нелерді және кімдерді көріп тұрмыз? Суреттен қыс мезгілі екенін бірден байқаймыз. Себебі балалар аппақ қардан ақ қала жасап ойнап жатыр екен. Олай болса балалар, әрқайсымыз өз бетімізше осы суретке қарап мәтін құрастырайық. Мен мәтіннің тақырыбын ақ қала деп қойдым. Қыс мезгілінің қаңтар айы болатын. Далада түнімен қар жауып, даланы қалың аппақ қарға орап тастады. Ағайынды Айқын мен Гүлназ қалың киімдерін киіп, далаға шығып, шанамен сырғанай бастады. Кенеттен олардың ойына аппақ қардан ақ қала жасау туралы ой келді. Айқын қардан ақ қаланың дене бөліктерін жасады. Ал Гүлназ ақ қаланың қолдарын ағаш бұтақтарынан, ал мұрнын сәбізден, көздері мен аузын
көмірден жасады. Содан кейін Гүлназ өзінің ескі телпегі мен мойын орағышын алып шығып ақ қалаға кигізіп қойды. Айқын мен Гүлназ өздері жасаған ақ қалаға тамсанып, сүйсіне қарады. Балалар, осылайша сендер де өз беттеріңмен суретке қарап мәтін құрап көріңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.